Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен телефондағы eGov Mobile қосымшасы арқылы баланы қалай тіркеуді көрсетемін. Бұл жағдайда ECP-ның керегі жоқ. Алдымен профиль дегенді басамыз. Осы жерден семья дегенді таңдаймыз. Үстінде дети дегенге ауысып, добавить ребенка батырмасын басамыз. Баланың иінін жазамыз. Және де добавить деген кнопканы басамыз. Баламыз осы жерден автоматты түрде шығады. Егерде по вашему ребенку отсутствуют данные виз ЗАГС деп осындай жазу шығатын болса, астыда услуги дегенді басамыз. Осы жерден поисковикқа актуализация, корректировка сведений о регистрации акта гражданского состояния дегенді таңдаймыз. Ішіне кіреміз. Осы жерден актовый запистің түрін таңдаймыз. Бұл жерде бізге керегі актовая запись о рождении. Иін тұрған жерге птичка қоямыз. Категория заявитель, родитель болады. Енді осы жерге баланың иіні жазамыз. Егерде иін дұрыс болса, баланың аты шығады. Поиск деп басамыз. Баламыз туралы барлық данныйлар шығады. Қосымша керек данныйларын қосамыз. Мысалға, ұлтын қостым мен. Жерді қарап шыққаннан кейін, мына жерге баланың куәлігін енгіземіз. Загрузить новый файл. Алдын ала түсірілген фото арқылы телефонымыздан таңдап аламыз. Енді актуализировать сведения дегенді басамыз. Егерде телефон арқылы актуализация жасалынбаса, онда менің каналымда компьютердің ECP-ның көмегі арқылы қалай барлық деректерді актуализация жасау туралы видео бар. Қосымша осы видеоның астында ссылкасымен бөлісемін. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар достар.